Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай хит болған тойбастар қоржынының түрін жасайтын боламыз. Алдында сіздерге басқа түрін үйреткен едім. Бүгін осындай түрін үйретемін. Екі жағындағы жібін тартсаңыздар, аузы өзі жабылып қалады. Ал ашу үшін осылай жоғарыдан тартып ашып аласыздар. Мен бұл жерде королевский барқытты қолдандым, қызыл түсінен. Сіздер басқа да барқытты қолдансаңыздар болады. Видеода мен сіздерге бірнеше барқыттардың түрлерін көрсеткен болатынмын. Идея қайдан келді десеңіздер, осындай өзімнің алған кушонымның қабынан келген болатын. Өте ыңғайлы шағын осындай қоржын болғандықтан өзім жасап көрейін дедім. Жібін осы қызыл қоржынға тағып қойдым. Өте жақсы жүреді екен сырғанақ. Ал өзім арқан жіп алып көрдім, бірақ ол қатты жүрмейді, тұрып қала береді екен. Сондықтан сондай жіп алуға кеңес беремін. Өзім бірнеше барқыттың түрлерінен жасап көрдім. Осы видеода көрсеңіздер болады қалай екенін. Мен мына жерде лазерный велюрдің екі түрлі бағытта жасап көрдім. Қай бағытты сіздерге әдемі келеді, сол бағытында жасап көрсеңіз болады, немесе однотонный велюрда да өте әдемі көрінеді. Байқап отырсаңыздар, лентаны да бірнеше жіпті да тағып көрсеткен екенмін. Ол жіп осындай арқан жіптен шықты. Арқан жіпті өзін тақсам жүрмейді екен, сондықтан осылай екіге бөліп тақтым. Ең бірінші қызыл түсі кішкене жылдам жүреді, ал мына сары түсі кішкене тұрып қала береді, тартқан кезде қиындау. Сондықтан кішкене сусылдақ жіпті тауып алғандарыңыз жақсы. Міне осы кушонның жібі сияқты мен базардан таба алмадым. Енді өздеріңіз эксперимент жасап, қайсысы жақсы, соны іздеп табасыздар деген сенімдемін. Әртүрлі қалаларда, әртүрлі базарларда бірнеше түрлері бар деп ойлаймын. Ал енді осындай қоржынды тігу үшін қандай заттар қажет, солармен бөлісе кетейін. Ең бірінші кез келген түзеу тігіс тігетін тігін машинамыз, одан кейін біздің барқытымыз, менде бұл жерде королевский барқыт қызыл түсінен, одан кейін осы арқан жібіміз, немесе осы кушонның жібін аламын. Сары түстен осындай жіпті тауып алсаңыздар, осы жіпті қолдануға кеңес беремін. Одан кейін матаға түстес жібіміз, қайшымыз, осындай шептегіміз, ленинкіміз және матаға түсу үшін борымыз қажет. Асында сіздерге айтып кеткендей, мен королевский барқыт матасын алған едім, қызыл түсінен. Бірақ бұл менде үйде жатқан матадан алдым. Бұның негізгі ені қанша екенін дәл білмеймін. Бір сатушыдан сұраған кезде бұны метр жарым деп айтқан. Негізі барқыт матасының ұзындықтары әртүрлі болады, яғни ендері. Сондықтан сіздерге дәл айта алмаймын қанша штук осындайдан шығады деп. Мен сіздерге осылай бір ғана қоржынның қанша сантиметр болатынын айтам, сол арқылы өздеріңіз шығарасыздар деп ойлаймын. Бұл жерде мен ұзындығы бойынша 21 сантиметр, ені бойынша 17 сантиметр алған болатынмын. Қоржынымыздың екі ортасын осы 21 сантиметр жағынан қайырамыз. Сол жағынан, жоғары жағынан біз төменге қарай 3 сантиметр ішке қарай қайырып, қоржынның басын, жібіміздің тұратын жерін жасап аламыз. Ол үшін біз бірінші 6 сантиметр өлшеп, соны сызып аламыз. Сіздерге солай оңай болады. Содан кейін сол жерге осы қайырып үстін үтіктеп аламыз. Үтіктеген кезде бізде уже барқытымыз сырғып кетпей жақсы тұратын болады. Бірінші қоржын видеомның астында көптеген смстер келді, яғни комментариялар. Оның ішінде көбі маған 60 штукқа қанша шығады, 50 штукқа қанша шығады деп сұрайтын адамдар бар. Мен оның бәрін сіздерге есептеп беріп отыра алмаймын, өйткені барқыттардың көбіне ендері 2,80, 1,60, 1,80, 1,50 сантиметрлік болады. Сондықтан сіздерге айтарым, мен сіздерге осы бір қоржынның ғана қанша болатынын есептеп бердім. 1 метрде 100 сантиметр бар. Сонымен сіздер қанша кетеді, соны есептеп аласыздар өздеріңіз. Солай сіздерге жеңіл болады деп ойлаймын. Мен әркез барқыт матасын алып, осындай қоржындарды заказға жасап жүрген мастер болсам, онда сіздерге қандай мата шығыны кетеді, соның бәрін айтып бере алар едім. Бірақ мен ешқандай заказ қабылдамаймын. Ешқайсынан да мен басқа үйретіп жатқан заттардың біреуінен де заказ қабылдамаймын. Мен өзім үшін үйреніп жүрген және сіздерге соның барлығын 100% ешқандай бояусыз үйретіп жүрген мастермін. Сондықтан мен түсінесіз деген ойдамын. Олай болса, ары қарай жалғастырайық. Матамызды қайырып алғаннан кейін үтігімізді ысытып, осылай үтіктеп алатын боламыз. Машинкамызға жібімізді өткізіп аламыз. Шпулькамызға да сол қызыл түсімізден өткізіп аламыз, яғни сіздерде қызыл барқыт болса. Одан кейін ең бірінші басында біз 1,5 сантиметрге түзеу тігісте тігіп шығатын боламыз. Екінші тігісіміз ол 1 сантиметрде. Бізде машинкамыздың енесі ортасында тұр, екінші бізде ара қашықтығы 3-те тұр.
мен қалай тұрғанын машинкамның барлығын осында көрсетіп кеттім. Сіздерге қызық болса, осылай түзеу тігісте тігіп шығатын боламыз. Басында және соңында міндетті түрде закрепка беретін боламыз. Негізі ең бірінші айтарым, ең бірінші 0,5 мм-де төменгі жағына тігіп алғандарыңыз жақсы екен. Содан кейін барып 1,5 см-де тіксеңіздер, ортасында кішкене үлкен көлемде орын қалады. Мен осылай басынан тіктім біріншісін. Сонда кішкене менде ортаңғы 1 см шегеріліп қалды тігіс барысында. Қалғандарында уже мен бірінші төмен тігіп алдым, содан кейін барып ортаңғы жағын 1,5 см-де тіккен болатынмын. Міне бірінші біз 1,5 см-де тігіп алдық. Артық жіптерін алып тастаймыз. Басында және соңында закрепка бердік. Енді төменгі бөлігін 0,5 мм қалдырып, мына жағынан ортасына 1 см қалдырып тігетін боламыз. Сіздерге айтарым, 1 см емес, 1,2 см етіп, астындағы кішкентай төменгі бөлігіміз кішкене тігіске қалса болды, ал ортаңғы жағын кішкене үлкейтіп тіксеңіздер болады. Өйткені ортаңғы бөлігінде біздің болашақ жібіміз болады тартқан кезде. Сол үшін ортаңғы бөлігі кішкене тар болып қалмасын, өйткені жіптер бір емес екі жіп қатар өтетін болғандықтан өткізу қиын болып кетуі мүмкін. Соған мұқият болыңыздар. Бұл жерде де біздер басында және соңында закрепка беріп тігіп шығамыз. Неге біз жоғарғы бөлігін тігіп алдық. Енді қоржынымыздың екі ортасын қайырып, сыртқы бөлігін ішіне қарай қайырамыз. Содан кейін осы екі жағын біріктіріп, дәлме-дәл біріктіріп аламыз. Бұл жерде біріктіре алмасаңыздар, үстінен үтіктеп жіберсеңіздер болады. Немесе қолдарың жаттыққан болса, осылай инемен қыстырып та тігіп кете беруге болады. Қисайып кетпесін, сондықтан сол жеріне мұқият болыңыздар. Бұл жерде 0,5 мм-де тігіп шығамыз. Бізде 21 см алдық қой бұл жерде. Бізде 0,5 см мен бізде 20 см болып, 10 см болып ортада қалу керек. Сондықтан 0,5 мм-де біз жанынан және төменгі бөлігінен тігетін боламыз. Басында міндетті түрде закрепка бересіздер, төменгі жағында да закрепка беріп шығып кетеміз. Содан кейін керісінше жанына қарай да закрепка береміз. Сосын бұрыштары қалып қоймау үшін ұштарын қиып тастаймыз. Сол кезде біздің қоржынымыз тарқап кетпеу үшін міндетті түрде закрепка беріп отырыңыздар. Дайын болған қоржынымыздың осындай жанындағы артық бөліктерін қиып тастаймыз. Бізге кедергі болмау үшін және төменгі бөлігінің бұрышын осылай қиып тастайтын боламыз. Себебі аударған кезде бізде бұрышы әдемі болып шығу үшін. Алдыңғы қоржында да сіздерге айтқан едім бұны. Енді қоржынымызға жіп орналастыру үшін осындай сыртқы бөлігінен тіке қиып жіберетін боламыз. Екі жағынан да ішкі бөлігін қиып жібермеңіздер, тек қана сыртқы бөлігінен осындай жіп шығатындай орын қалдыратын боламыз. Ішкі бөлігі бізде сау болуы қажет. Екінші жағынан да осылай қай жерде екенін біліп алып, осылай қиып аламыз жаймен. Тіккен жерімізді сөкіп жібермейміз, тек қана ортаңғы бойын жайлап осылай қиып аламыз. Осылай қиып дайындап алдық. Енді жібімізден 70 см өлшеп алатын боламыз. 70 см өлшеп алғаннан кейін қақ ортасынан жібімізді екіге бөліп қиып тастаймыз. Сол кезде бізде 35 см-ден екі жібіміз дайын болады. Басында айтқанымдай, арқан жібім қалың болғандықтан бұны біз екіге бөлеміз. Мен бұл қоржында осы сары кушона жібін қолданамын. Сіздерге де сондай жіпті табуға кеңес беремін. Егер болмаса, осындай арқан жіпті екіге бөліп те қолдансаңыздар болады. Енді біреуінің басына осындай кішкентай түйреуішті орнатып аламыз. Осылай бір шетінен бастап өткізіп, екінші шетінен шығамыз. Одан кейін екінші жағына да осы жіппен кіріп, жаңағы кірген жағымызға екінші басы келген шейін айналдырып алатын боламыз. Бұл бізде тек бірінші жібіміз болатын. Ал екінші жібімізді
қарама қарсы жағынан, яғни жаңағы жібіміз шықты ғой екі ортасынан, сол жағынан екінші жібімізді өткізіп алып, екінші жағынан шығатын боламыз. Сол кезде жіпті тартқан кезде қоржынымыз жиналып, қоржынның аузы жабылатын болады. Видеода анығырақ көрсеттім. Осы жерде айтып кетейін, басында сіздерге лентаны да тағып көрсеттім ғой. Осы жерде лента кері қарай айналған кезде кішкене қиындық тудырады екен. Осындай жіптер арасынан өтіп кетеді, ал лентаның көлемі үлкен болғандықтан кішкене көрініп, бір-бірімен келіспей қалады екен. Осылай өткізген кезде қарама-қарсы. Сондықтан осындай жіптерді өткізген жақсы екен. Енді шет жағын күйдіріп аламыз жібіміздің, одан кейін бір түйіншектеп жібереміз. Бірдей етіп. Осылайша біздің әдемі қоржынымыз дайын болды. Тартсақ осылай жабылып қалады. Ешқандай қиналмайсыздар, аузын басқаша байлап жүрмейсіздер. Сыртына ою жабыстырсаңыздар да болады. Енді моншақ жабыстырсаңыздар да өз еркілеріңіз. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен мен Аяулы Марызқызы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Аяулка декор Instagram парақшама да жазылып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, сол жаққа дайректке жолдасаңыздар болады.